Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өте жұмсақ болып шығатын торттың рецептімен бөлісемін. Ең бастысы өте оңай жасалады және де жеген кезде прям ауызда еритін торттың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен описаниядағы сілтемеден өтіп, менің инста парақшама тіркеліп қойыңыздар. Торттың жасалуы да өте оңай және де орысша айтқанда влажный болып шығады. Ешқандай пропитканы қажет етпейтін торт. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеода көріп отырғандарыңыздай өте оңай кесіледі және де өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ал енді торттың бисквитін жасауға кірісеміз. Бисквитін жасау үшін құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерге бізде ұн, какао, барлық ингредиенттердің құрамын, грамын барлығын описанияда қалдыратын боламын. Және де осыған қант қосамыз, 1 шай қасық сода қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін 280 мл сүт қосамыз. Оның үстіне сұйық май, яғни иіссіз сұйық май қосқандарыңыз дұрыс. Және осыған ерітілген немесе жұмсақ маргарин немесе сары май қолдансаңыздар болады. Және де осыған 2 жұмыртқамызды қосамыз. Ары қарай осы массаны миксерлей бастаймыз. Құрғақ ингредиенттеріміз шашылып кетпес үшін ең алдымен миксермен осылай араластырып алсаңыздар болады. Ал одан кейін барып, миксердің жылдамдығын көбейте отырып, ары қарай миксерлейміз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырғаннан кейін уксус қосамыз және де онымен де жақсылап миксерлейміз. Миксерлеген кезде сіздерде реакция жүреді. Жаңағы массамыз кішкене ағаруы мүмкін. Жақсылап миксерлегеннен кейін бисквиттеріңіздің қамыры осындай қоюлықта болуы қажет. Табамызды майлап немесе пергамент қағазына біздің бисквитімізді құйып шығамыз. Біздің бисквитіміз тау секілді көтеріліп піседі және ондайды болдырмас үшін мен бетін фольгамен жаптым. Яғни ол биіктігінің үлкеюі үшін, тек қана беті емес, биіктігі үлкеюі үшін. Фольгамен жауып, бетін вилкамен тестім. Бисквитіміз 150 градуста 1 сағат 10 минут аралығында піседі. Яғни біз 150 градуста қызып тұрған пешке саламыз және де 20 минут өткеннен кейін фольганы алып тастаймыз. Ары қарай фольгасыз піседі. Міне бізде бисквит пісіп шықты. Енді бисквитімізді құрастыратын ыдысымызға төңкеріп аламыз. Яғни қазір бізге кесуге ыңғайлы болуы үшін. Бұл жерде барлығы өте оңай алынады. Сондықтан жабысып қалады деп уайымдамай қойсаңыздар болады. Бисквитіміз өте жұмсақ болып шықты. Ал енді оны кесе бастаймыз. Сіздер 2 немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен 3 бөлікке бөлдім. Шет-шеттерін, яғни өзіме керек форманы алып кесіп шықтым. Ары қарай жіптің көмегімен, қарапайым жіптің көмегімен кесетін боламын. Егер де сіздерге пышақ ыңғайлы болатын болса, онда пышақпен кесе берсеңіздер болады. Енді бірінші бисквитіміз кетті, екінші бисквитіміз қалды. Енді осыны да 2 бөлікке бөлеміз. Дәл жаңағыдай ең алдымен пышақпен, одан кейін жіптің көмегімен кесетін боламын. Міне осылайша менде 3 бисквитный корж пайда болды. Сіздер 2-ге де жасасаңыздар болады. Ал енді кремін жасайтын боламыз. Кремін жасау үшін 3 ас қасық какао және 2 ас қасық кукурузный крахмал, яғни картофель қолдануға кеңес бермеймін, себебі оның дәмі өте қатты шығып кетуі мүмкін. Осыған 1 жұмыртқа және де қант, одан кейін сүт қосамыз. Сүттің орнына су пайдаланса болады. Барлығын жақсылап араластырамыз және де осыны отқа қоямыз. Өте баяу отта осы
біздің кремімізді қайнататын боламыз. Яғни қатты қайнатып қажет емес, 3-4 минут тұрса жеткілікті, сол кезде қоюланады. Ал енді ары қарай біз сливочный маслоны, яғни кәдімгі сары майды алып микселейміз. Әппақ болғанша микселеуіміз қажет. Бұл тортқа кез келген кремді қолдансаңыздар болады. Яғни мен қолданып жатқан кремді ғана емес, май мен сгущенка секілді кремдерді қоса берсек болады. Ал енді жаңағы біздің миксерленген майымызға біздің дайындап алған смесімізді қосамыз. Яғни шоколадты сместі қосамыз да жақсылап араластырамыз. Әр миксерлеген сайын 2-3 ас қасықтан қосып миксерлеп отырамыз. Ал енді тортымызды құрастырамыз. Ең алғашқы біздің бисквитный коржымызды аламыз. Оған крем жағамыз, яғни кремге 2-3 ас қасық крем кетуі мүмкін. Барлығын жағып, екінші бисквитный коржымызды қоямыз. Мен бірінші коржға бисквитті толықтай жағып біттім. Енді екінші коржбен дәл осылай жағып шығамыз. Үш коржға жағып біткеннен кейін бетін жақсылап тегістеп шығамыз. Егер де сіздерде тегістейтін болмаса, онда кәдімгі қасықтың көмегімен тегістесеңіздер болады. Мен бетіне шоколадный ганашпен подтектар жасағым келді. Яғни оған шоколад, май және де сүт қажет болады. Барлығын водяной баняда немесе микроволновкада ерітеміз. Дайын болғаннан кейін оны осы торттың үстіне құятын боламыз. Негізі сіздердің кремдеріңіз кішкене қатуы қажет, холодильникке қойып алсаңыздар болады, бірақ мен қатырмай үстіне құйдым. Кішкене тегіс емес жерлері болуы мүмкін, ол бірақ ештеңе етпейді. Енді осыны тоңазытқышқа кем дегенде 2 немесе 3 сағатқа қойсаңыздар болады. Менде бір ғана сағат тұрды, оның үстіне өте дәмді және де өте жұмсақ болып шықты. Тортымыз өте дәмді болып шығады, оған күмәндарыңыз болмасын, сіздерге жасап көруге 100% кепілдік беремін. Себебі торт өте дәмді және де өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал енді тортымыздың дәмін көрейік. Пилкамен алған кезде өте жұмсақ болып алынып жатыр. Дәмін енді айта алмаймын, өте керемет болып шығады және де өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелген кезде колокольчик шығады, все дегенді басып қойыңыздар. Жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Келесі кездескенше.